Қараңыздар, түрік тілдес, түрік тектес халықтар, ата бабаларымыз, түріктер Қазақстанды ата топырағымыз дейді. Сонау Түркістаннан атқа қонып, қолына найза қылыш алып, мынау Ақтеңізге келіп, өз тілін, өз дінін, өз салт дәстүрін сақтап қалған түріктер. Өз тіліне ие болып отырды. Ана аяқтан келіп, басқа мынау грек, Византия империясын келіп, ал қазақтар біз өз жерімізде отырып, өз тілімізге ие бола алмай отырмыз. Өз қазақ тілімізде сөйлеуге қорқатын халыққа айналдық. Жалғыз ұлт бар, ол қазақтар. Өз тілінде сөйлеуге қорқатын ұлт, ол қазақтар. Не болды бізге қазақ, айтыңдаршы? Неге біз 17 миллион қазақ дүкенге барып, орысты көрсек, өз ана тілімізде нан сұрауға қорқамыз? Айтыңдаршы, не болды бізге қазақтар? Біз ананың тілін сатқан ұлтпыз ғой. 17 миллион қазақ өз тілінде сөйлеуге қорқады. Бізде бір дерт, ауру бар, қазақтар. Бізге емделу керек. Ал емдейтін дәрі тек ол тіл.